Қайырлы күн достар. Соңғы уақытта діни салада проблема көбейді. Ол қайдан, қалай туындап жатыр? Одан шығатын жол қайсы? Бұл тұрғыда теолог ғалымның өз айтары бар екен. Тыңдап көрейік. Біздегі діни проблемалардың көпшілігі импортный, яғни сол таяу шығыстан келген проблемалар деп есептеймін. Жалпы осы уақытқа дейін әлде діни салада проблема туындап жатса, сол көп жағдайда таяу шығыстың методикасы, таяу шығыстың иррационализмі, таяу шығыстың эмоционалдылығы секілді нәрселердің көбісі осы таяу шығыстан келе жатыр. Көріп жатқан шығарсыз, ол жақта күнде қақтығыс, күнде соғыс, күнде пәтуа ауысады. Бір күн мына жақта жихад деп жатса, ертең азаматтық соғыс, одан кейін қайттан жихад жариялайды, одан қайттан азаматтық соғыс. Бір күні жау, екінші күні бірге бауыр, дос, осындай эмоционалды өте бір қалай айтайын, саясаттың кесірі біздің жастарға да тиіп жатыр. Сол үшін бұл жерде шығатын бір нәрсе бар, бір жол бар, өзіміздің жергілікті ғылыми, интеллектуалды, діни анықтылықты біз дайындау керекпіз, өнімді. Түсіндіріп өтіңіз. Яғни интеллектуалды қазақы өнім. Ол не? Ол діни анықтылық.